Қайырлы күн, шырайлы шымқаланың тұрғындары, ардақты да ұлағатты сөздер, ұлттық рухы биік, ұлттық құндылықтарды мақсат еткен Қазақстанның патриот жастары. Мен Шымкент қаласы Төлеген Тәжібаев атындағы нөмір 47 мектеп-гимназияның өзін-өзі басқару мектеп парламентінің президенті боламын. Біз жетістік портфолиосы мен өзін-өзі басқару ұйымының көшбасшысының атты республикалық байқауға қатысқалы отырмыз. Біздің мектебімізде ұлттық рухы биік, білімі терең, бәсекеге қабілетті, іскер де білгір, төл тарихын, мәдениеті мен әдебиетін білетін, бағалайтын және мақтан ететін, қазақ халқының өнерін сүйетін, дәстүрін бойына сіңірген, ата салтын қадір тұтатын, құндылықтарды ұстанатын, белсенді, креативті, көшбасшы жастар өте көп. Қазіргі біздің мектеп парламентінің алдағы қойған мақсаттарының ішіндегі жобалардың бірі ол мектеп парламенті, ұшқыр ой алаңы дебат қозғалысы, оқуға құштар мектеп және жас лидер академиясы. Бұл жұмыстарды біз ары қарай дамытып, барлығымыз атсалысып отырмыз. 20 қыркүйек күні мектеп парламентінің президенттік сайлауы өтті. Бұл сайлауға мектебіміздің мықты көшбасшылары 17 үміткер болды. Сайлауда оқушылар мен ұстаздар өз дауыстарын берді. Солардың ішінде топ жарып 96 дауыспен мен, яғни Алтынбек Молдабек, мектеп парламентінің президенті болып сайланды. Көріп отырғандарыңыздай, бұл менің командам. Менің командамдағы балалар өте креативті, алғыр, бойында көшбасшылық қасиет сіңірген және мектебіміздің өркендеп дамуына өзінің үлесін қосатын, әрқашан дайын отыратын оқушылар. Қазақстан Республикасы оқу арту министрлігінің қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен Шымкент қаласы Төлеген Тәжібаев атындағы нөмір 47 мектеп-гимназияда ұстаздар күніне орай дублер күні ұйымдастырылып өткізілді. Іс-шараның мақсаты мектептегі өзін-өзі басқару ұйымын жандандыру, тұлғаның көшбасшылық қасиеттерін арттыру және білім алушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін іске асыру. Дублер күнінде 213 оқушы мен мұғалімдер өзінің рөлдерін атқарып жоғары дәрежеде өз сабақтарын көрсетті. 25 ғасыр республика күніне орай және Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығына орай біздің мектебімізде көк төл тербелгені атты жастар форумы өтті. Аталған іс-шара өзін-өзі басқару ұйымы мектеп парламентінің ұйымдастыруымен өтті. Шырайлы шымқаланың тәуелсіздік саябағында мемлекеттік рәміздері бойынша арнайы түсірілген репортаж өткізілді. Мектептегі пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобалар сайысында жеңімпаз болған, мектебіміздің дарынды балалары, зияткерлік байқаулардың жеңімпаздары, елбасы медалінің иегерлері, дебат ойындарының жеңімпаздары, мектебіміздің спорт жұлдыздары, халықаралық, республикалық, қалалық спорт жарыстарының жеңімпаздары мен чемпиондардың жұлдыздар аллеясы шеруі өткізілді. Жастар форумының барысында мектебіміздің өнерпаз оқушылары өздерінің өнерлерін. Адам өмірде екі нәрседен қартаймайды. Біріншісі қайырлы іспен, екіншісі жылы сөз айтумен. Шымкент қаласы Төлеген Тәжібаев атындағы нөмір 47 мектеп-гимназияның өзін-өзі басқару мектеп парламентінің ұйымдастыруымен жүректен жүрекке акция өткізілді. Акцияның барысында оқушылар бір-біріне жылы лебіздер айтып, ұстаздарға жақсы сөздер, тілектер, құттықтау мен алғыс сөздер айтты. Бұл біздің мектебімізде өте позитивті және мейірімді байқаулардың бірі болып өткізілді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 31 жылдығына орай мектебімізде ұлы дала перзенттері от мақтанышы атты мектепішілік іс-шара өтті. Биылғы оқу жылында атап өтетін даталар: Қаз дауысы Қазыбек бидің 355 жылдығы, Кенесары Қасымұлының 220 жылдығы, Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығы және Мәншүк Мәметованың 100 жылдығына орай, сонымен қатар Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне және Біріккен ұлттар ұйымына мүше болғанына 30 жыл болғанына орай мектебімізде тарихи танымдық кеш ұйымдастырылып өткізілді. Қазақстан Республикасы оқу арту министрлігінің республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай өткізіліп жатқан «Мен репортермін» атты республикалық байқауға біздің мектебіміз мектеп парламенті және ақпарат фракциясының ұйымдастыруымен «Менің елім» тақырыбында телерепортаж өткізді. Телерепортаждың түсірілімі Шырайлы шымқаланың тарихи-өлкетану мұражайы мен Отырар кітапханасында мектеп парламент мүшелері болып, тарихи-өлкетану мұражайында түсірілім жасау барысында тәуелсіздік жылдары шеңберінде 3-ші мегаполис атанған Шырайлы шымқалада әртүрлі салада қол жеткізген жетістіктері мен өсіп өркендеуіне өз үлесін қосқан азаматтар туралы ақпараттар мен мәліметтер ала алдық. Республикалық байқауға қатысқалы отырған мектеп парламент мүшелеріне сәттілік тілейміз. Биылғы оқу жылы басталғалы біздің мектебіміз көптеген іс-шаралар өткізді. Мысалы айтсақ, мектеп парламентке сайлау жүргізілді, үміткерлердің проекттері ұсынылды, брифинг өткізілді, оқыту рәсімі өткізілді, полиция қызметкерлерімен кездесу өткізілді, ұстазым, ұлағатым, үлгі өнеге мектепішілік челлендж өткізілді, буллинг, кибербуллинг, қауіпсіз интернет коучингтер өткізілді, дублер күні өткізілді, дублер күніне 213 дублерлер оқушылар қатысты, адалдық сағаттары өткізілді, спорттық жарыстар өткізілді. Жастар салауаттық өмір салтын қолдайды, зиянды әдеттерден сақтайды.
акциясы өткізілді. Ел туымен тұғырлы, елтаңбасымен еңселі, әнұранмен айбатты байқау өткізілді. Репортаж челлендж өткізілді. Көк туын желбергені атты жастар форум өткізілді. Жүректен жүрекке акциясы, қазақтың қызы, ұлттың анасы дөңгелек үстел өткізілді. Қамқоршылық кеңестің кезекті отырысына қатысты. Республикалық мен репортерім байқауына қатысты. Республикалық жобалар байқауына қатысты. Республикалық эссе байқау және ұлы дала перзенттері ұлт мақтанышы атты тарихи танымдық кеш ұйымдастырылды. Республикалық мен өзін-өзі басқару ұйымының көшбасшысының байқауына қатысқалы отырмыз. Біздің мектебіміз жетістіктерін барша тұрғындар мен ұстаздар мен оқушылар біліп, танып, көру үшін біз оларды әлеуметтік желілерге салып отырамыз.